Ақмарал шипажай палатасының терезесіне сүйеніп, 3 жылдан бері төсекте қозғалмай жатқан адамға қарап тұр. Оның жанары ашық, әйелдің әр қимылын қалт жібермей бақылайды. Көзінде үрей мен жек көрушілік ұялаған, бірақ денесі жансыз. Не қозғала алмайды, не айқайлай алмайды. Тіпті кірпік қағуға да қауқары жоқ. Әйел жақындап төсектің қасындағы орындыққа жайғасты да, оның бетіне еңкейіп сыбырлап қана: «Оны қалай қорлағаның есінде ме?» деді. Төсектегі адамның қарашығы үлкейіп, бойын ажал қорқынышы биледі. Ол бәрін ұмытқан жоқ. Бұл Ақмаралдың бауыр еті қызы Маржан үшін алған кек еді. Өзін ешкім жеңе алмайтындай сезінген, айналасына Соқыр деген атпен танымал атшулы бұзақы Батырханға берген жазасы. Ақмарал қалтасынан бір сурет шығарып оған көрсетті. «Қызым Маржан кеше оқуын бітіріп дәрежесін қорғады», деді ол байсалды дауыспен. Үздік бітірді. Оны жүрек ауруларын емдейтін бөлімге дәрігердің көмекшісі етіп жұмысқа алды. Ол есіңде ме? Батырханның жанары «иә» дегендей құбылды. Ақмарал суретті жинап қойып, орнынан тұрды да, дәрі тамызғыштың құбырларын түзеп, аспаптарды тексерді. Бәрі қалыпты. Жүрегі соғып тұр, өкпесі аппарат арқылы тыныс алуда. Денесі тірі, бірақ бұл өмір емес. Бұл өз тәнінің ішіндегі тұтқындық. Ол палатадан шығып есікті жапты. Дәлізде оны жас мейірбике қарсы алды. 7-ші палатадағы науқастың жағдайын сұрады. Ақмарал сезімсіз ғана: «Тұрақты, ешқандай өзгеріс жоқ. Бәрі баяғыша», деп жауап берді. Ақмарал 46 жаста, 18-ші қалалық шипажайдың жансақтау бөлімінің дәрігері. Бойы ұзын, арықша келген, ерте ағарған қара шашын жинақы етіп тиіп қояды. Жүзі шашаулы. Көз айналасына терең әжім түскен. 23 жылдық медициналық тәжірибесі бар, өз ісінің нағыз шебері. 5 жыл бұрын жесір қалған. Жұбайы 1991 жылы көлік апатынан бақилық болған. Жалғыз қызы Маржан 22 жаста, медициналық оқу орнының 4-ші курсында оқиды. Ол анасы жұмыс істейтін шипажайдың ішкі аурулар бөлімінде мейірбике болып қосымша табыс табады. Екеуі Күмісқаланың Шеткері ауданындағы 2 бөлмелі пәтерде тұрады. Аудан аса жайлы болмаса да, еттері үйреніп кеткен. Маржан аққұба, анасы сияқты жанары мөлдір, орта бойлы қыз. Болашақта әкесі сияқты оташы болуды армандайды. Анасына көмектесу үшін түнгі кезекшіліктер мен демалыс күндері де жұмыс істейді. Заман ауыр, еңбек ақы аз, әрі уақытында берілмейді. Ол иманды, қарапайым, әрі өз ісіне жауапты қыз. Науқастар оны жақсы көреді. Бар уақыты оқу мен жұмысқа арналған. Жандосы аз, өйткені бос уақыты жоқ. Ол үшін анасы бүкіл әлемі. 90-шы жылдардағы Күмісқала. Шипажай күні-түні науқастарды қабылдайды. Көбіне қылмыс әлемінің өкілдері келеді. Бірі оққа ұшқан, бірі пышақталған, бірі соққыға жығылған. Дәрігерлер бұған үйреніп кеткен. Бұл жерге бәрі Соқыр лақабатымен танымал 38 жастағы Батырханды біледі. Ол қаладағы бірнеше базар мен сауда нүктелерін уысында ұстап отырған қылмыстық топтың басшысы. Ақша бопсалайды, заңсыз қару саудасымен айналысады. Оны шипажайға жиі әкеледі. Өр көкірек, дөрекі. Бәрі оған қарыздар сияқты ұстайды өзін. Дәрігерлердің аузын жабу үшін ақша береді. Тәртіп сақшыларының бастығы Сардар да оның сыбағасын алып тұрады. Сондықтан оған ешкім тиіспейді. 1995 жылдың маусым айы. Жұмадан сенбіге қараған түн. Маржан ішкі аурулар бөлімінде түнгі кезекшілікте қалды. Айнала тып-тыныш.
Түнгі сағат 3-тер шамасында бөлімге масаң күйдегі Батырхан кіріп келді. Тәлдіректеп басып, көздері қанталап кеткен. Басым жарылып барады, түні бойы іштім, тез арада дәрі бер, деп айқайға басты. Маржан дәрігердің рұқсатынсыз ештеңе бере алмайтынын, кезекші дәрігерді шақыру керектігін сыпайы түрде түсіндірді. Бірақ Батырхан тыңдағысы келмеді. Дәріні қазір бер, мен айттым ғой, деп ақырды. Қыз бұл ережеге қайшы екенін айтып, дәрігерді күтуді өтінді. Батырхан жақындап, қызға сұқтана қарады. Мынау өзі қандай сұлу еді. Сені бұрын көрмеппін. Жаңадан келдің бе? Деді ол лас ойын жасырмай. Маржан шевіншектеп, мен студентпін, мұнда тек көмекшімін, өтінемін, тиіспеңіз, деді даусы дірілдеп. Бірақ Батырхан оның қолынан шап беріп ұстап, өзіне қарай тартты. Дәрігердің керегі жоқ, маған сен көмектесесің. Жүр, демалыс бөлмелерін қайда екенін көрсет, деді. Маржан айқайлап қарсыласты. Бірақ түн ішінде дәрігерлер басқа қанатта болғандықтан, оның даусын ешкім естімеді. Батырхан оны күшпен қызметкерлер бөлмесіне сүйреп кіргізіп, есікті ішінен іліп алды. Содан кейін адам айтқысыз қатыгездік орын алды. Ол қызды қорлады. Маржан жылап қарсыласты. Бірақ Батырхан оның аузын жауып, бетінен ұрып, буындыра бастады. Бәрі біткен соң, қыз үсті басы қан, киімі жыртылып, қозғала алмай төбеге қарап жатып қалды. Батырхан шалбарын түзеп, біреуге айтатын болсаң өлтіремін, қайда тұратыныңды білемін, деп шығып кетті. Маржан тағы 1 сағаттай солай жатты да, сосын орнынан тұрып, жуынып, қосалқы киімін киіп, өз-өзін ретке келтірді. Жүзі ісіп, көзі көгеріп, ерні жарылып кетсе де, таңға дейін жансыз темірдей жұмысын жалғастыра берді. Маржан жылаған да жоқ, тіл қатпады, тек үнсіз қалды. Таңертең оны жұмыстан алып кетуге келген анасы қызының түрін көріп, не болды, деп сұрады. Маржан тіл қатамады, тек егіліп шылай берді. Олар үйге дейін жерасты көлігімен үнсіз жетті. Үйге келген соң Маржан бәрін баяндап берді. Ақмарал оны тыңдап отырғанда, жүзі тастан қаланғандай суып, қолдары жұдырық болып күйілді. Қызы сөзін аяқтағанда, анасы оны құшағына алып, мен бәрін реттеймін, ол жауап береді, уәде беремін, деді. Сол күні олар аудандық сақшы бөліміне барып, қорлық туралы арыз жазды. Қылмыскер ретінде Батырханның есімін атады. Денедегі көгерген іздер, зорлықтың белгілері, дәрігерлік анықтама бәрі сай еді. Кезекші сақшы жазып алып, күте тұрмыздар, деді де бөлім бастығы Сардардың бөлмесіне кіріп кетті. 20 минуттан соң қайтып келгенде, жүзінен кінәлі екені көрініп тұрды. Түсініңіздер, бұл өте қиын іс. Батырхан салмақты адам, оның жоғарыда таныстары көп, оның қылмысын дәлелдеу мүмкін емес. Ол бәрі өз еркімен болды дейді. Ал сіздер не айта аласыздар, деді. Ақмарал ашумен, қызымның денесіндегі соққы іздері, зорлықтың айғақтары, бұл дәлел емес пе, деді. Сақшы басын шайқап, сыбырлап қана. Сізге шынымды айтайын, осы айда Батырханның үстінен 5 арыз түсті. Бәрі 3 күннің ішінде жабылды. Бірде-бір іс сотқа жеткен жоқ. Ол өте қомақты ақша төлейді. Біздің бастығымыз Сардар оны жебеп-желеп отыр. Мен ештеңе істей алмаймын, кешіріңіз, деді. Ақмарал арызды үстел үстінен алды да, үнсіз шап кетті. Келесі күндері Маржан үйден шықпады. Төсекке жатып, төбеге телмірумен болды. Тамақ ішпеді, ұйықтамады. Тіпті жыламады да. 1 аптадан соң оқуына барудан бас тартты. Адамдарды көргісі келмейтінін айтты. 1 айдан соң білім ордасынан хабарласып, оның неге сабаққа келмей жатқанын сұрады. Барлық дәрістер мен тәжірибелерден қалып жатқанын, бұлай жалғаса берсе болмайтынын ескертті. Ақмарал қызының ауырып жатқанын айтып, уақыт беруін өтінді.
бірақ Маржан жазылмады. Ол өз әлеміне қамалып тілден қалдады. 2 айдан соң оқу орнынан хат келді. Маржан сабаққа қатыспағаны және үлгерімі төмен болғаны үшін оқудан шығарылды. Ақмарал хатты оқып отырып, диванда тізесін құшақтап тербеліп отырған қызына қарады. Ол қызының рухани сынып қалғанын, заң жүйесінің оларды сатып кеткенін және бұл жалғанда әділдік жоқ екенін түсінді. Ол іштей шешім қабылдады. Ол шипажайдағы жұмысына қайта оралды. Күнделікті жұмыс. Ота жасау, жансыздандыру, науқастар. Бірақ кешкісінеге келгенде, ол ескі медициналық кітаптарды, улану мен дәрі-дәрмек туралы анықтамалықтарды ақтарды. Дәрілердің әсерін, олардың қосындыларын, мөлшерін зерттеді. Ақыры өзіне керектіні тапты. Бұл ота кезінде бұлшық еттерді толық босаңсыту үшін қолданылатын күшті дәрі еді. Ол жүйке мен бұлшық ет арасындағы байланысты толық үзеді. Адам уақытша сау болып қалады. Бірақ оны белгілі бір заттармен үлкен мөлшерде араластырса, оның әсері қайтымсыз болады. Ол медицинада сирек кездесетін тірідей қапаста қалу жағдайын зерттеді. Бұл жағдайда адамның санасы бәрін сезеді, естиді, біледі, бірақ денесі мүлдем қозғалмайды. Тіпті көзін де жұмамайды. Ол шипажай дәріханасынан бұл дәрілерді аздап жинай бастады. Жоқ науқастардың атына жазып, құжаттарды қолдан жасап, құтыларды иіне тықты. Оның бұл жерде 23 жыл істегеніне бәрі сенетін, сондықтан ешкім тексермеді. 2 айдың ішінде ол бәрін дайындады. Инелерді толтырып, белгі қойып, өзімен бірге алып жүретін сөмкесіне салып қойды. Ол күтті. Ол соқырдың ерте ме, кеш пе шипажайға қайта келетін білді. Қылмыс әлемі ешкімді аямайды. Оқ та, пышақ та оған тиетіні анық еді. Ол 2 ай бойы күтті. Үйде қызы бөлмесінен шықпай, азып-тозып бара жатты. Ақмарал оны зорлап тамақтандырып, жұбатып, түнде қызына көрсетпей жылап алатын. Бірақ күнді жұмыста оның жүзі суық, қолы дірілдемейтін. 1995 жылдың қыркүйек айы, жексенбі, түнгі сағат 3. Ақмарал кезекшілікте. Қабылдау бөлімінен қоңырау соғылды. Ішінен оқ тиген науқаста келе жатырмыз. Жедел ота жасау керек. Ішкі қан кету. Ота бөлмесін дайындаңыз. Ақмарал науқастың есімін сұрады. Тұтқаның арғы жағынан. Батырхан, 38 жаста, деген жауап естілді. Оның жүрегі бір сәт тоқтап қалғандай болды. Бірақ дауысы қаз қалпында. Әкеле беріңіздер, дайынбыз, деді. Ол тұтқаны қойып 5 секунд үнсіз тұрды да іске кірісті. Ота бөлмесін, аспаптарды дайындады, анестезияны тексеріп, сөмкесінен әлгі инелерді шығарып, халатының қалтасына тықты. Батырханды арбамен әкелді. Оның есі кресілі шығасылы, боп-боз болып ыңырсып жатыр. Жидесі қан жоса. Оны ота үстеліне жатқызды. Мейірбике киімін кесіп, жарасын тазалай бастады. Кезекші оташы 32 жастағы Серікқазы өте тәжірибелі маман. Ол жараны көріп, оқыш қуысында, ішекке, мүмкін бауырға тиген, ішін ашамыз, деді. Ақмарал, жансыздандыруды дайындаңыз, деді оташы Серікқазы. Ақмарал басын изеп. Серікқазы, сізге шұғыл түрде ота құжаттарын толтыру керек. Бұл кезекшілік кезіндегі шұғыл жағдай, сондықтан хаттамамен қол қойған қағаздар дайын болуы тиіс. Сіз дәрігерлер бөлмесіне барып келіңіз, мен науқасты дайындай беремін, сосын бастаймыз, деді. Оташы оған күмәндана қарады, бірақ Ақмаралдың тәжірибесі одан 2 есе көп, әрі шипажайдағы беделі жоғары еді. Ол басын изеп. Жақсы, мен 5 минутта келемін, деп шығып кетті. Ота бөлмесінде Ақмарал үстелде жатқан Батырхан және зейнетке шығуына аз қалған Мейірбике Гүлшара ғана қалды. Ақмарал оған бұрылып. Гүлшара, тоңазытқыштан қан қорын тексеріп келіңізші. 2-ші топтағы оң мәнді қан керек болады. 2 қорабын ала келіңіз, деді. Мейірбике келісіп көрші бөлмеге кетті. Ол кем дегенде 3 минуттай болмайды.
Ота бөлмесінде Ақмарал Батырханмен бетпе-бет жалғыз қалды. Қылмыскердің көздері ауырсыну мен шоқтан бұлдырап тұреді. Ол әйелді танымады. Ақмарал оған жақындап, сыбырлап қана сөйледі. Осыдан 3 ай бұрын сен қорлаған мейірбике Маржан есінде ме? Батырханның қарашықтары үлкейіп кетті. Ол Маржанның есімін естігенде бәрін түсінді. Бірдеңе айтпақ болып еді. Бірақ Ақмарал оның бетіне бетпердені кигізіп, жансыздандырғыш газды қосып жіберді. Тыныс ал, қазір ұйықтап кетесің, қорықпа. Мен дәрігермін, мен саған көмектесемін, деді ол суық дауыспен. Батырханның жанары жабылып, денесі босаңсыды. Ол терең ұйқыға кетті. Ақмарал қалтасынан инелерін шығарды. Бірінші ине. Бұлшық етті босаңсытатын дәрінің қалыпты мөлшерден 5 есе көп дозасы. Оны тамырға ақырын жіберді. Екінші ине. Өзі 2 ай бойы дайындаған арнайы қоспа. Үшінші ине. Жүйке мен бұлшық ет байланысын мәңгілікке үзіп тастайтын. Өткен ғасырдың 70 жылдарындағы жабық медициналық журналдарда сипатталған сынақтан өтпеген зат. Мейірбике қан қорына келгенде Ақмарал инелерді жасырып үлгерді. Рахмет Гүлшара, үстелге қоя беріңіз. Науқас ұйықтады, жағдайы тұрақты, деді. Оташы оралып жұмысқа кірісті. Ота 1,5 сағатқа созылды. Серікқазы оқты алып шықты. Зақымдалған ішекті тікті. Бауырға зақым келмеген екен. Бәрі сәтті өтті. Оташы қолғабын шешіп жатып, жарайсыз Ақмарал, керемет жұмыс. Бұл бұзақы тірі қалатын болды. Жолы болғыш екен, деді. Ақмарал басын изеп, оны жете палатаға апарайық, өзім бақылаймын, деді. Батырханды есі кіреслі шығасылы кейде жете бөлмеге жатқызды. Ол базарларды билеп тұрған авторитет болғандықтан әрқашан ақша төлеп жете жататын. Оған түрлі аппараттарды қосты. Ақмарал оның оянғанын күтіп қасында отырды. 3 сағаттан соң Батырхан көзін ашты. Ақмарал оған жақындап, «Батырхан, мені естіп тұрсың ба?» деп сұрады. Оның жанарынан есінің кіргені, бәрін сезіп тұрғаны көрінді. «Саусақтарынды қимылдатып көрші», деді әйел. Ол қозғамады. «Басынды бұрып көрші». Ол қозғамады. «Тым болмаса көзінді қағып көрші». Ол кірпік қағалмады. Оның көздерінен сұмдық үрей көрінді. Ол қозғала алмайтынын, айқайлай алмайтынын, тіпті көзінде жұма алмайтынын түсінді. Бірақ ол бәрін естиді, бәрін ұғады. Ақмарал оның құлағына ешкім естімейтіндей етіп сыбырлады. «Сен менің қызымды қорладың. Оның өмірін тас-талқан еттің. Сақшылар саған тиіспеді, заң сені жазаламады. Бірақ мен дәрігермін. Мен сені өзімше жазаладым. Сен әлі көп жыл өмір сүресің, бірақ өз тәніңнің ішіндегі қапаста өтесің. Бәрін естисің, бәрін көресің. Бірақ ешқашан қозғала алмайсың. Бұл сенің мәңгілік түрмең. Алланың қалауымен кешірімсіз кесілген үкімің осы». Дәрігерлер жиналып Батырханды тексере бастады. Ешқандай реакция жоқ. Бет бұлшық еттеріне дейін сал болып қалған. Тыныс алу аппаратына қосты. Бірақ ми қызметін тексеретін аспап оның санасының ояу екенін көрсетті. Дәрігерлер аң-таң. Орталықтан білгір ғалымдар, атақты дәрігерлер келіп, ота құжаттарын тексерді. Бәрі мінсіз. Жансыздандыру ережеге сай, мөлшері дұрыс. Ешқандай қателік жоқ. Ақмаралдың 23 жылдық мінсіз жұмыс өтілін ескеріп, одан ешкім күмәнданбады. Ғалымдар, бұл миллионнан бір кездесетін сирек жағдай. Дәріге деген жеке реакция немесе тұқым қуалайтын ерекшелік болуы мүмкін, деп шешті. Батырханды ұзақ мерзімді емдеу бөлмесіне ауыстырды. Алғашқы апталарда оған қылмыс әлеміндегі серіктестері келіп тұрды. Олар оның қозғалмай жатқанын көріп, біртіндеп келуін қойды. Басында сыбайластары күн сайын келіп, жеміс жидекпен гүл әкеліп тұрды. Төсегінің жанында тұрып, «Тез сауығып кет, бауырым, сен мықтысың.
сен бұзып шығасың, деп рух бергісі келетін. Бірақ Батырхан еш жауап қатпады. Ол тек төбеге телміріп, аппараттың көмегімен дем алып жата берді. Бір айдан соң серіктестері аптасына бір рет, 2 айдан соң 2 аптада бір келетін болды. Ал жарты жыл өткенде олар келуін мүлдем тыйды. Қылмыс әлемінде бедел тез жоғалады. Қатыгез орта әлсіздікті кешірмейді. Оны тез ұмытты. Оның орнын басқа біреу басты. Отбасы да жоқ еді. Әйелі баяғыда кетіп қалған, балалары жоқ. Ата-анасы бақилық болған. Ол тас қараңғы жалғыздықта қалды. Ақмарал болса, әр жұмыс күннен кейін оның палатасына кіріп, орындыққа жайғасатын. Оған қызы Маржанның жағдайын бүге-шегесіне дейін баяндайтын. Алғашқы айда Маржан тек үйде отырды, бірақ кейін далаға шығып серуендей бастады. Содан соң имандылыққа бет бұрып, жанын емдейтін мамандарға барды. 3 айдан соң оқуын қайта жалғастыруға өтініш берді. Оны қайта қабылдады. Жарты жылдан соң ол дәрістерге қатысып, емтихандарын тапсыра бастады. Ақмарал мұның бәрін Батырханға мақтанышпен айтып беретін. Ол жатыр. Әйелге үреймен, жек көрушілікпен қарайды. Бірақ ештеңе істей алмайды. 1 жыл өтті. Маржан оқуын үздік бағамен жалғастырды. 2 жылдан соң оқуын тәмамдап, дәрігерлік дипломын алды. 3 жылы Маржан жүрек аурулары бөлімінде жұмыс істеп жүріп, Мансұр есімді жас дәрігермен танысты. Олардың арасында сезім пайда болды. Ақмарал Батырханға әрбір детальды айтатын. Ол естиді, ұғады. Бірақ дәрменсіз. 1998 жыл. Маржан мен Мансұр некелерін қиды. Тойы шағын, бірақ өте бақытты өтті. Сәукеле киген, жүзінен нұр тамған Маржанның суретін Ақмарал келесі күні Батырханға келіп көрсетті. Көрдің бе? Сен оны сындыра алмадың. Ол аман қалды. Ол жеңді. Ол бақытты өмір сүріп жатқан асыл жан. Ал сен болсаң, мына өз қапасында күн сайын баяу өліп жатырсың, деді. Батырханның жанарынан жас ақты. Жас оның самайымен сырғып бара жатты. Ол жасын сүрте алмайды. Тіпті көзін де жұма алмайды. Ол егіліп жылады. Бірақ тоқтай алмады. 1999 жыл. Маржанның аяғы ауырлады. Ақмарал Батырханға: жақында мен әже боламын. Маржан қыз босанады. Есімін менің құрметіме Ақниет деп қоямыз. Ол өседі, мектепке, сосын білім ордасына барады. Біз сияқты дәрігер болады. Бұл өмір. Бұл ұрпақ жалғастығы. Ал сенің жолың осы палатада аяқталады. Сенің есіміңді ешкім еске алмайды, деді. 2000 жыл. Кішкентай Ақниет дүниеге келді. Ақмарал оның суретін әкелді. Жөргекке оралған періштедей нәрестенің бейнесін көрсетіп, міне, сен жоя алмаған өмір. Міне, сен ұтылған ұлы жеңіс, деді. Батырхан суретке қарады. Оның жанарында бостық орнады. Ол берілді. Ол енді күресуді қойды. Ол жай ғана тірі өлікке айналды. 2003 жыл. Түн ішінде Батырханның жүрегі тоқтады. Тыныш қана, ешқандай күрессіз. Аппараттар түзу сызықты көрсетті. Кезекші мейірбике дәрігерді шақырып, өлімді тіркеді. Аппараттар ажыратылды. Мәйітті моргқа әкетіп, қалалық зираттың бір шетіне жерледі. Басында не белгі, не құлыптас жоқ. Тек жер телімінің нөмірі ғана. Жаназасына ешкім келмеді. Ақмарал оның өлгенін таңертең жұмысқа келгенде естіді. Ол палатаға кірді. Төсек бос. Жаңа төсек орын жайылған. Келесі науқасқа дайын. Ол терезе алдында тұрып, сырттағы шуақты күнге, өз ісімен бара жатқан адамдарға қарады. Үйде кішкентай Ақниетпен отырған бақытты қызы Маржанды ойлады. Осыдан 12 жыл бұрын қаза тапқан жары есіне түсті. Ол әділдік туралы, кек пен оның құны туралы ойланды.
өзінің ісінің қаншалықты дұрыс болғанын білмейді. Алла оны кешіре ме жоқ па, оны да білмейді. Бірақ ол бір нәрсені анық біледі. Қызы тірі, қызы бақытты. Ал ол үшін бұдан маңызды ештеңе жоқ. Ол палатадан шығып есікті артынан жапты. Дәрігерлер бөлмесіне барып ақ халатын киді де жаңа жұмыс күнін бастады. Ота бөлмесі, науқастар, өмір жалғасуда. Сіз қалай ойлайсыз? Ақмаралдың жасаған ісі дұрыс па?